Өткізгіш ішіндегі электр өрісі. Радиусы R сфера болсын, және оны Q0 зарядпен зарядтайық. Сұрақ А нүктесі, Б нүктесі және С нүктесіндегі электр өріс кернеулігін анықтау керек. А нүктесі сфераның ішінде болады, Б сфераның бетінде болады, С сферадан белгілі бір X қашықтықта болады. Табайық. Енді алдында айттық, заряд сфераның бетінде жинақталғаннан кейін ішінде заряд болмайды. Заряд болмағаннан кейін де электр өрісі болмайды. Сондықтан, егер R сфера центрінен нүктеге дейінгі қашықтық, егер радиустың кіші болса, онда электр өрісі нөлге тең. Онда сфера ішіндегі қандай да бір нүктеде электр өрісі нөлге тең. Екінші, Б нүктесін қарастырайық. Б нүктеде қашықтығымыз радиуске тең. Онда формуламыз не болады? Е тең К Q бөлінген R квадрат. С нүктесін қарайық. С нүктесінде R-міз радиустан үлкен. Онда формулада радиустың орнына қашықтық келеді. К Q бөлінген R кішкентай R квадрат болады. Енді байқаңыздар, R радиустан үлкен болғаннан кейін, онда электр өріс кернеулігі кемейді. Онда графикке назар аударайық. Ось электр өріс кернеулігін көрсетеді. Ось бізге центрден қашықтықты көрсетеді. Тура центрінен радиусқа дейін электр өріс нөлге тең болады. Сосын тура сфераның бетінде электр өріс кернеулігі максимум шамасына Е болады. Және тағы радиус бетінен қашықтаған сайын өріс кернеулігі біртіндеп кеми бастады квадраттық заң бойынша. Онда еске түсіретініміз, өткізгішінде электр өрісі нөлге тең, максимал мәні сфераның бетінде болады.